Сәлем. SpaceX компаниясы жалпы құны $373 миллион құрайтын биткоинді сатып жіберді. Бұл токендерді 2021-2022 жылдары сатып алған болатын. Бұл туралы Wall Street Journal мақаласы жазған болатын, бірақ нақты дәлел әзірге жоқ. Осы жаңалықтан кейін биткоиннің бағасы $25 мың дейін құлап үлгерді, ал кейбір альткоиндар 30%-ға құлады. Осы видеодан көретіңіз. Бұл нені білдіреді? Дәл осындай жағдайда қандай токендерді сатып алған дұрыс? Және криптовалюта нарығы құлап жатқан кезде нені ескеру керек екенін білетін боласыз. Криптовалюта туралы көбірек білгіңіз келсе, біздің Телеграмға тіркеліңіз. Және де біздің Телеграмға жазылғандар арасында $100 ұтыс ойнатылады. Қатысу талабы осы видеоның соңында. Сіз 530 теңге каналындасыз. Лайк және коммент қалдырыңыз. Ал біз бастаймыз. SpaceX компаниясының егесі Илон Маск $373 миллион биткоиндарды сатып жіберді. 2021 жылы Илон Маск SpaceX компаниясы биткоин және эфириумды ұстап отырғаны туралы хабарлаған болатын, бірақ нақты қандай суммаға екенін айтқан жоқ. Содан соң оның екінші компаниясы Tesla $1,5 миллиард биткоин сатып алады. Ал 2022 жылдың екінші жартысында олар $936 миллион биткоиндарды сатып жібереді. Маусым айында Илон Маскке адамдар жабылып сотқа арыз берген. Оның себебі Dogecoin'ның монетасының бағасымен манипуляция жасауы. Олардың айтуынша ол бұрынғы Twitter'дің логотипін Dogecoin'ның логотипіне ауыстырып, бағаның өсуін күтіп, содан соң $124 миллион токендерді сатып жіберген. Менің тікелей Илон Маскке қарсылығым жоқ, бірақ сізде инвестициялық портфель құраған кезде осындай болмас жаңалықтарға мән бермеуге тырысыңыз. Осылайша сіздің портфеліңіз аман қалады. Мысал ретінде былай алайық. Сіз инвестициялық тұрғыда $30 мың үй сатып алдыңыз. Содан соң біраз уақыт өткеннен кейін үйлер сатылмай жатыр деген жаңалықты естисіз да, нарықта сіздің үйіңіздің бағасы $25 мың құлайды. Әрине, сіз бұл жаңалықты естіген соң сатуға асықпайсыз, себебі бұл бағада сізге сату қызық емес. Бұл да сол сияқты. Ол туралы уайымдап, ойлап қажет емес. Өзіңіздің қойған мақсатқа жеткен кезде сату туралы ойлану керек. Әлемнің ең бай адамдарының бірі Уоррен Баффет былай дейді: ақшаңызды болашақта үлкен табыс алып келетін жобаларға салыңыз. Орташа немесе ұзақ уақытқа инвестиция жасаған кезде нарықтағы акцияның бағасы көтерілу үшін оған уақыт қажет. Сосын белгісіз себептермен сатып алған токендерді сатып жіберудің қажет жоқ. Ешқашанда эмоцияға берілмеңіз. Соңғы ақшаны көбейтемін деп те салудың қажет жоқ. Срочно ақша қажет болған жағдайда, ой, криптовалютада ақшам бар ғой, соны ала салам деп ойлаудың да қажет жоқ. Бұлай ойлау өте дұрыс емес. Себебі бұл ұзақ мерзімге инвестиция жасау стратегиясын бұзады. Биткоин. Менің 30% портфелім осы токеннен құралған, және барлық портфельде болу керек токен деп санаймын. Себебі биткоин сіздің портфеліңіздің салған ақшаңызды сақтап қалады. Мысал ретінде биткоин 30%-ке құласа, қалған альткоиндар 50-70%-ға құлап қалуы мүмкін. Кейбірі вообще 0-ге дейін құлап қалуы мүмкін. Сол себепті сіздің салған ақшаңызды сақтап қалатын токен ол биткоин. Инвестордың бірінші мақсаты салған ақшаны сақтап қалу. Оны көбейту емес, одан табыс табу емес. Бірінші мақсат ол сақтап қалу. Ал көбейту ол екінші мақсат болып қалады. Келесі ол эфириум. Қазіргі таңда криптовалютада табыс табудың жолдарының бірі бұл ретродроп. Ретродроп беріп жатқан көп жобалар эфириум желісінде құралған. Немесе оған әйтеуір бір қатысы бар. Мысал ретінде airdrop берген Blur Marketplace эфириум желісіндегі NFT-лерді сатады. Ал Arbitrum болса, осы желінің комиссиясын азайтуға арналған. Ондан аса жобалар қазірдің өзінде смарт аккаунттармен жұмыс жасауда. Arbitrum, Polygon, zkSync, Optimism, Starknet және тағы басқа. Осылардың барлығы суперчейндермен жұмыс жасап жатыр. Келесі бұқалар нарығында криптовалютада кемшілік болмайды. Индустрияда криптовалюталарды қабылдауға аз ғана уақыт қалды.
Сондықтан да бұл токен 5-10 мың долларға дейін баруы мүмкін. Arbitrum. Эфириумге қатысты жобалардан әлі алыстамадық. Arbitrum жобасы нарыққа шыға салысымен 2000 доллар пайда алып келген болатын. Жақында бұл жобаның тағы бір желісі толықтай іске қосылады. Менің ойымша, бұл жобаның да тағы өзінің екінші токені болуы мүмкін. Сондықтан да Arbitrum Nova желісі тағы да airdrop таратуы мүмкін. Arbitrum токенінен көп күтпеймін. 2-3 есе пайда алып келсе, сату туралы ойланатын боламын. Aave. Әртүрлі криптовалюталарды несиеге қарызға беретін платформа. Бұл қалай жұмыс жасайды? Мысалға, сізге жедел түрде қаражат керек болып тұр, ал ол қаражат сізде криптовалютада жатыр. Сіз оны әртүрлі себептермен сатқыңыз келмейді, өйткені бағасы тиімсіз немесе басқа да себептер. Aave протоколына ақшаңызды салып, 0.5 биткоинға дейін қарызға ала аласыз. Кейін осы сумманы қайтарып, үстіндегі комиссияны төлейсіз. Өте ыңғайлы. Іс-шараларға ақша стейблкоин керек кезде мен осы платформаны қолданамын. Бірақ бұл токенді сатып алудың басты себебі ол емес. Жуырда Aave командасының жаңа жобасы Lens протокол нарыққа шығады. Lens туралы мен мына посттарда айтып өткен болатынмын. Ал бұл дегеніміз Aave токенінің бағасының өсуіне алып келуі мүмкін. Менің ойымша, бычка кезінде 2-3 есе пайда алып келуі әбден мүмкін. TVT. Өзіме қатты ұнайтын токендердің бірі бұл TVT. Әрине, жобаларға ғашық болу өте дұрыс емес, бірақ бұл жоба алдағы уақытта өзін көрсетеді деп ойлаймын. Мен бұл токендерді тегін алған болатын. Airdrop тренд болмай тұрып, Trust Wallet командасы алғашқы қолданушыларға 1000 токен таратқан болатын. Ол кездегі тегін келген 1000 токен TVT-ның шыңында, яғни бағасының ең жоғарғы кезінде 3000 долларды құрайтын. Бұл жобаның егесі барлығымыз білетін Binance. Binance криптовалюталық биржалар арасында бірінші орынды иеленіп тұр. Ал криптомияндар сайысында өз орнын береді деп ойлайсыз ба? Әрине жоқ. Trust Wallet болашақта номер 1 криптомиян болатыны сөзсіз. Бүгінге соңғы токен Uniswap Uni токені. Айналым бойынша бірінші орында тұрған DEX биржа. Бұл жерде көптеген желілер бар, өте ыңғайлы және транзакциялары тез. Қазіргі таңда 5 доллар шамасында тұрады. Бірақ өтіп кеткен булран кезінде 40 долларға дейін барған болатын. Менің ойымша, бұл бағаны оған қайталау оңайға соғады. Әрине, бұл видео тек менің ойым, келісу-келіспеу өз шешіміңіз. Бұл видео қаржылық кеңес емес. Сондықтан да шешімді өзіңіз қабылдаңыз. Әр ісіңізге өзіңіз жауаптысыз. 100 доллар тұсына қатысу үшін біздің телеграмға тіркеліп, чатқа қосылыңыз. Содан соң форманы толтырыңыз. Егер видео ұнаған болса, лайк және коммент қалдырыңыз. Және де осындай формат ұнайтын болса, комментке жазып кетіңіз. Қош, сау болыңыз.